Биыл өңірлерді нығайтуға 7,7 триллион теңге қарастырылған. Бұл республикалық бюджеттің 30%-ы қомақты қаражаттың мақсатты жұмсалуын мәслихат депутаттары қадағалап, бақылап отыру керек. Сенат төрағасы халық қалаулыларына осындай міндет жүктеді. Сенаттың мәслихат төрағалығымен өткізген кеңейтілген кеңестен толығырақ. Бұл жандардың барлығы әр өңірден келген облыстық және аудандық мәслихаттың төрағалары, яғни басшылары құр қол келмепті. Өңірлердегі өзекті мәселелерін жоғары жаққа жеткізіп жатыр. Мәселен, құрық портымен танымал Маңғыстау облысындағы Қарақия ауданында жұмыссыздық мәселесі өзекті екен. Біздің ауданның өзінде 2000 жарымдай адам қазір жұмыссыздықта тіркеліп тұр. Бұл деген 36 мың халқы бар ауыл үшін, аудан үшін көп. Біздің Жетісу облысында 57 мектеп реновациялауға жатады, яғни реконструкция жасау, жөндеу жұмыстарын жүргізуге жатады. Соның ішінде 7 мектепке биылғы жылы бізде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қалған 50 мектепке алдағы уақытта 89 мың миллиардтай ақша керек. Сенат депутаттықтарын болсын, мәжіліс депутаттарымен болсын байланыс өз алдында бір бөлік, одан бөлек мына бүгінгі жиналыста біз министрліктермен тікелей өзіміздің мәселелерімізді, сауалдарымызды қою арқылы өзімізге бір жақта шешім алып отырмыз. Сенаттың мәслихат депутаттарымен өткізіп жатқан осы кеңейтілген кеңестің де көздегені осы. Жергілікті жерлердегі мәселелердің шешілуіне ықпал ету. Бұл өзгерістер күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет атты мемлекеттік құрылыстың жаңа формуласына сәйкес жүзеге асырылды. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев мызғымайтын осы үш тағанның тағы бір белгісі жауапты жергілікті басқару екенін талай мәрте айтқан болатын. Сондықтан аталған қағидат аясында мәслихаттарға маңызды міндет жүктелетіні сөзсіз. Биыл өңірлерді нығайтуға 7,7 триллион теңге қарастырылған. Бұл республикалық бюджеттің 30%. Сондай-ақ ауылдың кірісі де 3 есеге артатын болады. Осы мақсатта бірнеше төлем түрі ауыл бюджетінің пайдасына аударылатын болады. Бұл туралы кеңейтілген кеңесте премьер-министр орынбасары Ермек Көшербаев мәлім етті. Қазір елімізде 3300-ден аса мәслихат депутаттары бар. Олар өз өңірінің бюджетін бекітіп қана қоймай, оның орындалуын қадағалауға қажет. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев кеңейтілген кеңесте осылай деді. Қазір мәслихат депутаттарына көптеген мүмкіндік берілуде. Олардың құзыреті артуда. Сондықтан еліміздің өркендеуі мен даму жолында мәслихат депутаттарына жұмыс істеу ғана қажет.